Елімізде маусым айының 3-ші жексенбісі медицина қызметкерлер күні. Бүгін осыған орай Баласағұн концерт залында керемет шара өтіп жатыр. Оған облыс әкімі қатысты. Ендеше қандай қызықтар болады, бірге көрейік. Кеттік. Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз, медицина қызметкерлер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осынау сауатты да салауатты істеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Ел мүддесі жолында қиындығы мен қуанышы мол еңбектеріңіз табыс, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мереке құтты болсын. Біздің облысымызда көптеген нысандардың құрылыстары бүгін таңда жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ биыл жаңадан онкологиялық орталық пайдалануға беріледі деп күтілуде. Бұл соңғы талаптарға сәйкес соғылған онкологиялық центр. Медицина қызметкерлеріне айтатынымыз осы: Жамбыл облысының халқына сапалық қызмет ету және де өмір жастарын ұзарту медициналық қызметті өте сапалы деңгейде көрсету болып есептелінеді.